өз өмірімде осындай кітапхананы бірінші рет көріп тұрмын. Бір ғана чемодан, оның ішіне 6 джинсы. Адамдарға шулауға болмайды екен. Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Хаким Мукарам. Бүгін біз Air Astana компаниясымен бірге Сеул қаласына ұшып бара жатырмыз. Оңтүстік Кореяға. Айтпақшы, Астанадан да, Алматыдан да Air Astaнамен бірге тікелей рейстермен ұша аласыз. Қазір біз ең үлкен Боингтің ішінде бизнес класста отырмыз. Сондықтан өзімен бірге алған киімдерін көрсетіп жүрейін. Көп киім алған жоқ, міне. Бір ғана чемодан, оның ішіне 6 джинсы, 4-5 куртка, 7-8 футболка, андай тіс тазалайтын сондай сала салдым. Көп киім алған жоқпын, сондықтан бізбен бірге Сеулға кеттік. Міне, келдік Корея еліне. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай Кореяның жаңа символы. Гид айтқан болатын, мынау символға өте үлкен конкурс болған. Сосын міне, білмеймін, мынау жануар кімге ұқсайды екенін өздерінің комментарда жазып кеттіңіздер. Өткен мен түсінбей жатырмын, мынау кім? Аю ма, қоян ба, мысық па, не мынау? Біз қазір Букчонг көшесіне келе жатырмыз. Негізі мұнда туристер өте қызығады осы көшеге, бірақ демалыс күндері мұнда тұратын адамдар, ал мынау үйлерде реально адамдар тұрады екен. Сондықтан демалыс күндері, міне, мына жерде көріп тұрғандай, адамдарға шулауға болмайды екен. Сондықтан тыныштық сақтап жүру керек осы көшеде. Осы Сеул қаласында бір байқағаным, өте керемет әсер алып жатырмын. Өйткені осындай тарихи, мәдени ғимараттар осындай түрінде сақталып қалған, және де көптеген брендтер келеді ғой, мысалы Макдональдс, KFC болса да, Starbucks. Міне осындай ғимаратта қазір Баскин Роббинсті көріп жатырмыз, балмұздақ сататын жер. Достар, мен білмеймін, мен өз өмірімде осындай кітапхананы бірінші рет көріп тұрмын. Ең әдемі кітапхана бұл Сеулда. Сеулға келсеңіздер, Starfield кітапханасына міндетті түрде келуге кеңес беремін. Қараңыздаршы мұны. Дәл қазір біз Чхандокгун сарайының дәл алдында тұрмыз. Бұл негізі Кёнбокгун деген сарайдан кейінгі екінші патша сарайы. Дәл осындай менде сияқты қазіргі ханбок деген киімді жалға алып, осы жерге келіп, фото, видео түсірсеңіздер болады. Өте әдемі жер. Достар, біз қазір Кореяның ең биік ғимаратында отырмыз. Оның аты Lotte World Tower. Оның биіктігі 123 қабат. Негізі Сеулдың анық масштабын дәл осындай биіктіктен ғана көруге болады. Керемет. Достар, біз қазір Кореяның ұлттық тамағын жеуге келдік. Бұл тағамның аты пульгоги. Сиыр етінен жасалған. Жалпы Кореяда шошқа еті мен тауық етін жейді екен. Бірақ біздің тур халал болғандықтан бізге сиыр етінен жасап беріп отыр. Сондықтан ас болсын. Мінекей достар, осындай керемет жерде біздің сапарымыз аяқталды. Сіздер де Air Астанамен бірге саяхаттаңыздар, және де Астана мен Алматыдан Сеулға дейін тікелей рейстер бар екенін ұмытпаңыздар. Ел көріңіздер, жер көріңіздер, аман сау болыңыздар.